Ағайын, ассалаумағалейкум, амансыздар ма достар? Сайлаудың алдында қызу дайындық кетіп жатқан сияқты емес па сіздерге? Кәдімгідей партиялар бір-бірімен деген бір бәсекелестіктерін артып тұрып, кәдімгідей қырылып жатыр ғой. Дебат деген сұмдық өтіп отыр. Мысалға, кеше екі партия кездесті бір дебатта, кәдімгідей жаңағы бизнесмендерді қолдайтын партиялар екен. Бәрін жерден алып, жерге салып, кәдімгідей сынап, және қолдайтын жерінде қолдап, кәдімгідей андай халықты шынымен де қызықтырып жатыр да бұл дүниеге. Бұл сайлау деген жай ғана әңгіме емес, нақты конкретно бұл болашаққа деген нық қадам деген дүниеге әкеліп жатыр да. Және де мынау ертең ба, арғы ма, қателеспесем, Жібек жолы телеарнасында мынау заң мен тәртіп бойынша тағы да бір теледебат болайын деп отыр да. Бұл жаққа да партиялар қатысайын деп отыр. Жалпы негізі айтқанда айтып жүрмін ғой, биылғы сайлау бір ерекше болайын деп тұр, себебі шын мәнісінде де бір анандай жаңағы новшестволар келіп жатыр да. Елімізде бұрын соңды болмаған дүниелер болып жатыр. Осыған партиялар кәдімгідей атсалысып, белсенді қатысып жатыр. Енді қай партияның жаңағы спикері мықты, қай партияның спикері әлсіз, барлығын мына қалың бұқара расымен де көріп отыр достар, жалпы айтқанда ше. Сондықтан біздің елімізде бұндай дүниелер болса, бұл негізі алға қарай ұмтылу керек емес, сынап қажеті жоқ. Әліптің артын бағайық, күтейік, көрейік ағайын, отырып алып ойбай ол не үшін керек деудің қажеті жоқ. Бұл жерде шынымен өсу барының нақты дәлелі болып тұр. Аман болайық, бар болайық достар.